армысыздар, уәде етілгендей құйрық майдың пайдасы және тағы бір жасалу жолымен бөлісетін боламын. Каналыма подписка жасап, лайк басып қойыңыздар. Ең алдымен қызып тұрған тапамызға құйрық майымызды саламыз. Құйрық майымыз жақсылап қуырылғанға дейін алмамыз бен сарымсағымызды турап аламыз. Құйрық майдың емдік қасиеті жөтелді кетіреді, қақырықты түсіреді және балалар массажына, сүйек қақсаған жерге жақса өте пайдалы. Құйрық май микроэлементтерге өте бай. Магний, мед, цинк, натрий, фосфор, калий барлық құрамы құйрық майдан табылады және құрамында витаминдер де бар. В, А, Е, Д витаминдері құйрық майдан табылады. Осылай майымыз жақсылап қуырылып болғаннан кейін алма мен сарымсағымызды саламыз. Астындағы отты өшіріп, алманы, құйрық майды, сарымсақты қалдырамыз 10-15 минутқа. 10-15 минут тұрғаннан кейін осылай сүзгіштен өткізіп, майын бөлек алып аламыз. Майын бөлек алғаннан кейін осындай арнайы ыдыстарымызға құятын боламыз. Өте ыңғайлы болады. Балаларымызға ерітіп, тамақтарына жақсаңыздар да, ішкізсеңіздер де және массаж жасасаңыздар да осы маймен өте пайдалы. Дәл қазіргі қыста және күз мезгілдерінде қолдансаңыздар денедегі суықты алады. Тағы да пайдалы ақпараттар естігілеріңіз келсе, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.